Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы 2 сынып 2 бөлім. Бүгінгі 86 сабақта зат есім тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі тақырыптан сендер зат есімнің сөз табы екенін білетін боласыңдар. Және мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап беретін боламыз. 6-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Жаңа оқу жылының алдында Тұмар анасымен дүкенге келді. Олар бірге киім таңдады. Бәрі жарасып тұр. Анашым, енді атам мен әжеме базарлық алайық, деді Тұмар. Өте дұрыс айтасың, қызым. Ол кісілерге қандай базарлық аламыз? Деп анасы қызына құптады. Тұмар үйге кіре сала: Ата, сізге базарлыққа ақ қалпақ, әжеме ақ жаулыға келдік, деп атасына күлімдеді.